Менің отбасым. Сәлем, Данияр. Қалың қалай? Сәлем Айдана. Жақсымын, рахмет. Өзің қалайсың? Мен де жақсымын. Бүгін менің отбасым туралы сөйлесейік. Жақсы. Сенің отбасында неше адам бар? Менің отбасымда 5 адам бар. Олар әкем, анам, ағам, қарындасым және мен. Әкеңнің аты кім? Ол қайда жұмыс істейді? Әкемнің аты Ерлан. Ол инженер болып жұмыс істейді. Ол өте еңбекқор және мейірімді. Анаң туралы айтып берші. Анамның аты Гүлнар. Ол мұғалім. Ол балаларды жақсы көреді. Бос уақытында кітап оқиды және гүл өсіреді. Ағаң не істейді? Ағам университетте оқиды. Ол болашақта дәрігер болғысы келеді. Ол спортпен де айналысады. Сіңілің нешеде? Ол 10 жаста, мектепте 4 сыныпта оқиды. Ол сурет салғанды және би билегенді жақсы көреді. Ал сен немен айналысасың? Мен колледжда оқимын. Сабақтан кейін ағылшын тілін үйренемін. Демалыс күндері отбасымен бірге серуендеймін, немесе фильм көремін. Сендердің отбасың қандай? Біздің отбасымыз өте тату. Біз бір-бірімізге әрқашан көмектесеміз. Мереке күндері бәріміз бірге дастархан басына жиналамыз. Әкем дәмді тағам дайындайды, ал анам тәтті бәліш пісіреді. Біз бірге күліп әңгімелесеміз. Өте жақсы екен. Менің отбасымда 4 адам бар. Әкем, анам, інім және мен. Біз де бір-бірімізді жақсы көреміз. Демалыс күндері табиғатқа шығамыз, немесе туыстарымызға қонаққа барамыз. Отбасымен бірге уақыт өткізу өте маңызды деп ойлаймын. Иә, келісемін. Отбасы әр адам үшін ең қымбат жандар. Олар бізді әрқашан қолдайды және жақсы көреді. Дұрыс айтасың. Мен өз отбасымды өте жақсы көремін, және олармен мақтанамын. Мен де өз отбасымды жақсы көремін. Саған отбасың туралы айтып бергенің үшін рахмет. Саған да рахмет. Кездескенше. Сау бол.